Ассалаумағалейкум, YouTube көрермендер. Бүгінгі видеода бізде обзор істейміз. Газзаправщик осы жақта, мына водникта келдік біз Медет ағадан. Қазір не аламыз, отзыв алатын боламыз. Не үшін бұл ағаға машиналар очередьпен келеді екен? Сенімді, әні өз машинасын тыстап, осы ағаға тапсырып, идеальный қылып шығарып береміз. Бәрін кепілдік береміз дейді. Соның бәрін қазір біз видеода көрсететін боламыз. Және де Медет ағадан сұхбат аламыз. Кеттік олай болса. Болды. Достар, біз қазір келдік. Водниктамыз. Медет ағамыз. Ассалаумағалейкум. Мына YouTube көрермендер, өзіңіз жайлы кішкене таныстыра кетсеңіз көрермендерге. Мен Газзаправпын, Медет. Сосы қазақтың балаларын үйретіп жатырмыз. Қазір жүріңіздер, көрсетемін, қалай жұмыс барысын сіздерге. Қалай істеп жатқанымызды. Мына мысалы 50-ка әкеліпті аха. 50-каның мысалы қай жерлерін жасау керек? Мынау жаңа соғылған болатын қатты. Міне көріңіздер, міне мынау рихтовка. Спотермен балалар тартып жатыр, міне көрдіңіздер ме? Қараңыздар, міне жұмыс барысы осы жерде жүріп жатыр. Спотермен тартып, полностью шығарып. Міне жас балалар, үйреніп жатқан балаларға сұраңыздар, қалай болып жатқанын өздері айтады. Замир, қалай екен? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Жұмыс жақсы негізі. Кім үйретті саған жалпы барысында? Осы жаққа келіп үйрендің бе? Қалай үйрендің? Осы жаққа келіп мастерлер үйретті. Бәрін үйретеді, көрсетеді. Қалай бәрін. Жақсы. Келгеніме өкінбеймін. Все жақсы. Екінші балалар. Міне мына машинаны жасап жатырмыз. Nissan. Бұл Nissan Zafira, полный покрас. Бампер, нелері істеп жатыр балалар. Мына лупа глазыдың чирік жерлерін істеп жатыр. Мына қараңыздар. Машинаның шірік жерлерінде кетіріп жатсыз? Иә, шірік жерлерінде кетіреміз біз. Толық. Машиналарды толық шірік жерін обрабатывать етіп, антиржавчинамен полностью жасап жатырмыз. Жұмыстар барысы осы. Бұны жігіт істеп жатыр, ученик тоже. Кім? Атымет? Иә, бұл үйреніп жатқан жігіт. Елдар деген бала. Қалай елдар үйреніп жатқан отыр? Болады, ақында бақын. Қанша уақытта үйренді елдар? 5 күнде болды. 5 күн? Тез үйренді. Бұған дейін өзің осындайға икемің бар ма еді? Желание болып тұрды. Желание болып тұрды. Осы істеуге аға. Болды, түсінікті, рахмет. Міне де бізде покрашенный камера. Покрашенный камера. Осы жерде детальдарды бояп жатырмыз. Міне жерлерді. Так, мынау бояп атқан жерлеріңіз ба? Иә, осы жерді бояймыз. Осы жерде грунтовка істеумен деп жатыр. Грунтовка. Жұмыс барысы осы. Мысалға мына жігіттіңі бұрын мына жерден істеткен екен. Бұл жігіт бұған дейін өзі жасатқан. Маған дейін басқа жерге барып істеткен. Маған келген. Ол кісіге ақшасы арзандау жер іздеді. Сол неде көрдіңіздер ме? Кантик қыр жоқ. Байқадыңыздар ма? Аржанда қырды қараңыздар. Bu yerде осы қыр шұңғаны астынан міне көрдіңіздер, кантик қалай кетеді. Осы кантик қырмен кету керек қой, міне көрдіңіздер ме? Сондай. Осы қыр кету керек. Сіз сонда жұмысты негізі сапалы жасайсыз ғой? Біз керек жерін ғана бояймыз, полный машинадан боямаймыз. Мысалы, мына жер ма, осы жерін ғана бояймыз. Мына жерде осы жерін ғана бояймыз. Мына жер ма, міне осы жерін ғана бояй саламыз. Бүкіл бір деталь деп айтады ғой адамдар, үлкен қылып. Ол емес, сол қай жері соғылған или қай жер сырылған, сол жерін ғана. Расушевка дейді, сонымен бояймыз. Түсінікті. Бізде Land Cruiser 100. Land Cruiser 100. Мына қараңыздар. Бұрын жасаған жерлер шпаклевка көрдіңіздер ме? Неткен. Осылар үшін именно диагонал баллонды көрдіңіз ғой міне? Мынау ровно тұр. Міне ровно тұр. Көрдіңіз ме? Дөңгелек шу былайша. Именно бұл не робот дейді, мына алдын. Біз алдын міне көрдіңіздер ме? Дөңгелектен. Төртеу бірді. Төртеу. Қарасаңыз, үшеу ғана бір дейді қазір. Артында міне. Арты міне. Арты. Шұлық кішкене қисайған. Шұлық деген не ол соны түсінбеймін. Рамада, шұлық деген рамада міне мына. Тәгі ғой, рулевой тәгі бар ғой міне мына. Солар. Потому что осыны біз қисайған. Бұны біз білетініміз, мынау бұл қолдан жасағанбыз. Мына роботта, мынау геометрияның темірі. Ровно түсіру үшін
біз осыған шығарамыз. Түсініңіз ба? Міне мынаған үлебетпен мына жаққа тартамыз. Осыны ма? Иә. Ровно шығады осы? Иә, ровно шығады. Мынау дөңгелектің астында тұрып, біз білеміз қанша жерден қаяқ кеткенін түгел. Машинадан ровноға түзейсіздер ғой? Иә, геометриясына жасайсыздар ма? Астыңғы болттан өлшеп, балканың болттан раманың болттарын өлшеп, қаяққа қисайғанын білеміз. Машина ақы. Бұл полный шашылады. Бұл 750 мың теңге кірді, бұл машина. Осын жасаймыз. Полный зазорларын қоямыз, полностью мына зазорларын. Еткен жерлерін шығарамыз. Көрдіңіз ғой, саусақ кіреді. Солардың бәрін жасап шығарамыз. Мына алды бамперін қоясыздар полный. Капот, крыло түгелдерін қойып, жасап шығарамыз. Шығарғаннан көресіздер қалай шығатынын. Осының сонда барлық жұмысы 750 мың теңге. 750 мың теңге. Сөт. Каринаны, мына Карина. Қайсы? Карина. Иә, бұл қандай жер? Жасалған? Енді көзін салған ба? Қараңыздар. Қазір бұл шолын герметикпен жағып қойғанбыз. Мына көрдіңіздер ме? Герметик, иә, мына. Иә. Осы шолын герметикпен. Бұның бірінші шол. Сонда бұл сынған машина осы жерін бірі... Бір ланжонда әкеліп салдық біз мұны. Бұл майысып кеткен болатын қатты. Сөздер ме? Аны жерден кесіп... Қатты соғылған ғой? Қатты соғылған болатын. Ішіне бәрі кіріп кеткен болатын. Біз осыны жерден ұстап тарттық. Осыны іздеміз қалмасын дегеніміз. Иә, ровно мына шофтарының өздерін бәрін заводская қылып... Заводская жасап шығарамыз бұл. Все, түсінікті. Мына заклептен шығады. Емін жерден кесіп салған. Бұны қара герметикпен жағып кетіреміз. Шофтарын ба бәрін? Су астынан су кіріп кетпеу үшін ғой? Иә, салонның бәрі қара қалды. Үштің тияш шығып неткеннен кейін ана барып ровно келді. Қазір бұны малярка жұмыстары жүріп жатыр бұған. Осы маляркасын істеп жатыр. Иә, мына сіз жұмыс процесін көрсетіп отырсыз ғой. Кейбір адам көрінеді, кейбір адам түсінеді, кейбір адам түсінбейді да осы жұмыс барысында. Сіз мысалы бір машина аударылған машина болсын, сол кесе, соны жасап шыға аласыздар ма? Біз любой сложности өзіміздің TikTok бар, Медет Esто деген. Содан көрсеңіздер біз любой машина сложности жасап шығара аламыз. Сосын қандай кепілдік бере аласыз, сонда жақсы шығарып беретіне, және де клиент қайта-қайта келе бермейтіне ше? Енді былай ғой, мен ешқандай бұл темір ғой. Темірге мен ешқандай кепілдік бере алмаймын, бірақ мен жақсы жасайтынына мен өзім үйде істеймін. Қалған Esto'лар сияқты Esto'да істемеймін. Мен өзім үйде, мені любой время өз үйіме келе алады, айта алады бетіме. Ал мен мына машинаны тастап кетіп, келесі машина көнбейтіме уақытына мен жауап бере аламын. Осы тәжірибені істеп жатқаныңызға қанша уақыт болды осындай тәжірибе, жақсы тәжірибе алған клиенттеріңізді көп қылып жинап алыпсыз? Тәжірибе қанша уақыт болды істеп? Бір машина істеп беремін, олар мысалы сатады или өзі мініп жүреді. Содан кейін өздері қуанғаннан, мысалы екі жүреді, ағайын туыстарын айтады, көрген жекжат жұраттары көреді, мысалы солар өздері келіп отырады. Ешқандай несіз реклама мен OLX кешенге бермеймін. Сол менікі сарафан радио дейді ғой. Қазір TikTok-тан аштық болды, басқа ешқандай нем жоқ. Сонда бірі-бірінен айтып, сөйтіп сарафан радио сияқты таралып, өз клиенттер келіп жатыр ғой сізге. Мысалы бір машина жасап береміз, оның көршісі бар, ағайын туысы бар, көреді, қанша уақытта шығатынын бәріне. Сол арқылы бізге көп клиенттер сол арқылы келеді. Достарынікі, мысалы қазір бәрібір шай ішсе, машина деп барады ғой бұл жерге. Қай жерде босаттың, ана өзі соғылдың ғой деп айтады оларға. Сес шығып кетті ғой, сол арқылы бізге клиенттер көп келеді. Керемет. Иә, бұны бірде-бір андай тәжірибені біліп отырық. Енді сіз жақсы жасайсыз соған қарағанда. Сонда клиенттер егер көп келсе, бір-біріне айтып, біреу жаман естіп болса, оған бар деп айтпайды ғой. Осын тәжірибені көріп отырық, жақсы жасап жатыр, балаларды үйретіп жатсыздар. Өзбектерді Өзбек ағайындылардан үйреніп жатырмыз, потому что біз өз елімізде жүрміз біріншіден. Біз өзбек азаматтар келеді, ана жақтан енді басқа елден келіп, біздің елімізге келіп жұмыс істейді. Сол ақша табудың мақсаты да, 50-50. Ал бұл балалар қазір жасап үйреніп алса, бір 2-3 айдың ішінде жақсылап үйреніп алатын болса, олар өздері үйлерінде есік алдында жасап үйренетін болса, сол өздеріне выгодно. Мысалға мынадан мысалы мордасын жасамыз 300 мың теңге кірді. Мордасын кесіп жасаған. Қанша уақытта бітіруге болады осын мысалы?
бітірген уақыты былай ғой, мына лонжеронды қай уақытта алып келеді маған. Сол мысалға, маған міне қазір фар бәрі алып келді, қараңыздар. Қойып тастадық та. Зазор, фардың бәрін зазор келді. Иә. Вадим, маған қазір мысалы усилителде мына темір ғана жоқ болып тұр да. Оны енді мына машинаның иесі өзі кешіктіріп жатыр ғой, әкелмей жатыр. Иә, енді ол кісі біресе сапарда болады, бір жерде болады. Содан кейін бұл тұрып қалады. Негізі мысалы бәрі детально бәрі дайын тұрса запчасть тез 10 күн, потому что бізге невыгодно ол машина тұрғаны ше. Өздеріңіз ойлаңыздар, баллон ұрлап кетсе, или машина бір жерден тонап кетсе, біз жауап береміз. Иә. Соған невыгодно. Біз қазір дайын 3 машина шығарып қойдық. Хозяиндар қазір келе жатыр. Көресіздер, жүріңіздер. Бір Lexus шығарып қойдық, қап-қара. Бір Chevrolet Cobalt шығардық, бір Nissan Safira шығардық. Ол TikTokта бар, қалай келгені мағалдарды. Онда соларды қазір көріп жіберейік, түсіріп жіберейік. Жүріңіздер, түсіріп. Болды. Қазір Chevrolet Cobalt осының қай жерін жасаған? Міне менелерін сылған. Міне менде видеода бар. Бар ма? Иә, видеода. Қазір көріңіздер. Өшір. Бұл видеодан көрінбейді. Аға Chevrolet Cobalt осы істелген, мына қай жері істелген, мына бәрі вообще білінбейді ғой. Есікпен мына крыло істелген. Өзі сол заводской сияқты көрініп тұр. Тоже заводской сияқты жауап бердік. Крас еттіңіздер ме еще? Біз оны боядық. Бояды? Өзінің краскасын, өздеріңіздің краска алатын жерлеріңізде бар ғой, соған қарағанда? Біз айтым ғой, бізге мінер ғана мысалы сырылса, осы жерден боямыз. Мінер ғана сырылдым, осы жерден боямыз. Мен сізге лакпен аржан жаба саламыз. Керемет, өте күшті істеліпті мынау. Тағы да екінші машинаны көрейік. Наяғы ма? Иә, міне толған болып тұр. Міне есік ашылып жауып тұр. Ішінен қарасаңыздар, мінеден бәрі салынбаған. Міне апшықлар. Міне осы жақ салған болатын. TikTok'та бар. Керемет. Тура өзінің вообще соғылмаған сияқты жасалған екен. Полный бірақ боялды, бұл толық боялды. Осы міне жұмыс барысы. Керемет, жұмыстарыңызға сәттілік, істеріңізге береке берсін. Болып тұратыр. Наяқта 50 келген. Иә, келген 50 соғылған. Міне көрдіңіздер ме, бүкіл заттарын ауыстырып қойдық, келіп көрсеңіздер болады. Қазір дөңгелек запасын, потому что бұл машина дөңгелексіз келді, соғылған бітті мыштыш. Біз бірінші бұны ходовкасын жасап қойдық. Что бізге ары бері жүрген керек те ол машина. Роботқа кіргенге неге осы дөңгелектерді ше. Осы жасап қойдық міне. Енді қазір бұны апар роботқа саламыз, қазір антузы шықсын. Осыны саламыз да, бұны мына лонжеронын ауыстырып, есіктерін ауыстырып жасаймыз. Сол жерде роботпен не істейсіз ғой, аха? Иә, мына жерді кесіп алып тастаймыз, машина уже жарамайды, мына стойка жарамайды, көрдіңіздер ме, қатты солған. Міне мейелері ішіне кіріп, солардың бәрі сондай. Кеп мына жерді түсіріп алсаңыз болады, жақсылап отыр. Қалай солғанда. Даже міне крышаларды майысып кем. Мына жерден майысқан, мына жерден майысқан. Қатты соғылған ғой. Қатты соғылған, мына ескі зашын болған. Ескі көліп тастаған. Осып жасып болды. Түсінікті. Так, мына жақта TikTok канал бар екен. Осы видео, осы мысалы 50-каны қалай жасаған обзорды көрем десеңіздер, TikTokта астына сілтемеге қалдырып кететін боламыз. Сол жерде машиналар қалай жасалып жатыр, қалай шыққаны туралы бәрі обзор көре аласыздар.